Армысыздар, қадірменді отандастар. Бұрын бүкіл Қазақстан нұр боп аталса, енді біздің көтке кіргіш жезөкшелер бүкіл жерге кемел сөзін тыққыштап жүр. Енді мектептер кемел мектеп, үлкен кемел құрылыс және тіпті кемел ойын сауда кешені атты магазиндер ашылмақ. Кейіннен прозаикті еске алу үшін жаңа ақпараттық себептер табыла бастады. Бұл үрдіс тек ел ішімен шектелген жоқ. Қырғызстанда Астанадағы мектепке Үлкен Тоқаевтың есімі берілсе, Ресейде мұрағаттан оның 80 жыл бұрынғы марапат қағазы алынды. Халқым, жақын арада Назарбаев кеткенде еңіреп жылаған өтірік оппозиционер Азат Перуашев немесе мамасының баласы Ардақ Назаров мәжілістен алматыны, яғни Тоқаевтың кіндік қаны тамған жерді, кемелші, Кемелтау деп атауды ұсынбақ дейді Джакишевтер. Егер сіздер кемелденуге қарсы болсаңыз, лайк басыңыз. Халқым, аталған мақұлық депутаттар мен шенеуіктерді емес, Джакишевті ғана қолдайтын біздің арнамызға жазылыңыздар. Жалғастырайық. Нуризацияның орнына кемелизация келді ме? Экс-президент Нұрсұлтан Назарбаевтың 30 жылға жуық билігі тұсында оның есімінің бірінші бөлігі Қазақстанда кең таралған топонимге айналды. Ел мың нұрға толды. Бұл сөз самса сататын дүңгіршектер мен шағын азық-түлік дүкендерінің маңдайшаларынан бастап, билік партиясының атауына дейін барлық жерде кездесетін. Кәсіпорын атауындағы нұр сөзі иелеріне неғұрлым сенімдірек болуға және тексеруші мемлекеттік органдар тарапынан жеңілдікке ие болуға көмектеседі деп бейресми түрде саналды. Бұл бизнес үшін бір тұмар секілді еді. Назарбаевтың өзі бұл үрдісті жеке басымен байланыстырмауды өтінген. Мен нұр сөзін атауға қойыңдар деп айтпаймын. Нұр дегенде менің есіміме сілтеме жасаудың қажеті жоқ. Бұл күн, жарық, сәуле дегенді білдіреді, деген еді тұңғыш президент 2014 жылы. Арада 3 жыл өткенде Астанадағы әуежайға Нұрсұлтан Назарбаев есімі берілді. Кейін Астананың өзі Нұрсұлтан болып өзгертілді. Халықаралық ұйымдар қазақстандық көшбасшыны жеке басқа табынушылық орнатты деп сынады. Алайда бұл үрдіс қанды қаңтар оқиғаларынан кейін тез сөнді. Бас қалаға бұрынғы атауы қайтарылды. Тұңғыш президент артықшылықтарынан айырылды. Енді саяси сән өзгеріп, басқа есім кемел танымалдылыққа ие болып жатыр. Бұл Қазақстанның екінші президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың әкесінің есімі. Кезінде нұр атауларға Нұржол бульвары, Нұрлы жол вокзалы, Нұрсая тұрғын үй кешені, толы болған Астана біртіндеп кемел нысандармен толығып келеді. Қалада кемел жекеменшік мектебі, кемел ұрпақ балабақшасы ашылды, кемел тұрғын үй кешені және атауында осы сөзі бар бірнеше жеке компания жұмыс істейді. Атауында бұл сөз бар ұйымдар тек Астанада ғана емес. Ақтөбеде кемел білім мектебі есігін айқара ашты. Алматыда кемел маңдайшасымен балалар орталығы, білім беру орталығы, жекеменшік мектеп, дүкендер жұмыс істейді. Кемел Construction құрылыс компаниясы тіркелген. Таразда кемел болашақ балабақшасы жұмыс істейді. Назарбаевтың шапырашты руының отаны саналатын Қаскелеңде кемел үй тұрғын үй кешені салынып бітуге жақын. Бүкіл Қазақстан бойынша жүздеген кемел кәсіпорын бар шығар. Кемел Груп өндіруші компаниясы, Кемел дән азық-түлік өндіретін, Кемел Distribution сауда фирмасы, Кемел Education жабдық жеткізушісі. Нысандар мен фирмалардың басым бөлігі соңғы 3 жылда пайда болды. Бұл көшбасшыға қатты бағдарлану бар кездегі бұқаралық сананың реакциясы, дейді Джакишев қолдайтын зерттеу орталығының жетекшісі, әлеуметтанушы Серік Бейсенбаев. Біздің саяси мәдениетімізге көшбасшыға бағытталу тән. Кім президент болғанына байланысты, адамдар өздерінің істеген істері мен шығарған өнімдері арқылы соған жақындауға тырысады. Нұрсұлтан Назарбаев президент болған кезде жаппай нуризация болды. Кемелге қатысты да осыған ұқсас жағдай болып жатқанға ұқсайды. Бұл біздің саяси мәдениетіміздің бір бөлігі. Оны біреулер жағымпаздық, бірінші тұлғаларға жағуға тырысу, жүйеге адалдығын көрсету деп атайды. Кемел сөзі қазақ тілінен аударғанда кемеліне келген, толық жетілген деген мағынаны білдіреді. Бұл сөз атау беруге өте қолайлы, оны тек жеке құрылымдар ғана емес, мемлекеттік органдар да пайдаланып жүр. Мысалы, былтыр Түркістан облысында Бақытты шаңырақ, Кемел болашақ атты республикалық форум ұйымдастырылса, Қарағандыда 60 жастан асқан адамдарды жұмысқа орналастыруға бағытталған және жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын Кемел жас бағдарламасының іске қосылғаны хабарланды. Қаңтар оқиғасынан кейін Тоқаев бұрынғы президенттен іргесін аулақ сала отырып, өз атына айтылған шектен тыс мадаққа теріс қарайтынын айтып, жағымпаздыққа өмірлік, табиғи иммунитеті бар екеніне сендірген еді. Президентке жағуды көздейтіндер, бәлкім, сол себепті оның әкесін мадақтап жүрген болар. Мадақтау неғұрлым күрделі, әспеттелген түрге ие болып келеді. Бірақ түпкі мәні бір. Ең жақын айналасымен басқару вертикалындағы адамдар жүйеге адалдығын және президенттің белгілі бір ортада зор құрметке ие екенін көрсетуге тырысады. Бұл біздің шенеуніктердің жазылмаған тәртіп нормасы, оны авторитарлық жүйе кезінде түбірмен жоби екіталай. Авторитарлық биліктің табиғаты сондай. Ең жоғарыда тұрған тұлға сол биліктің белгілі бір символына, көрінісіне айналады. Жүйе бәрібір соған бағдарланады. Бұл тек шешім қабылдауға ғана емес,
жүріс-тұрыс мәнеріне, сөйлеу үлгісіне, ойлау қабілетіне, өмір салтына, тіпті киім киісіне де қатысты. Есімінің өзі еліктеу жүйесінің бір бөлшегіне айналады. Бұл жерде мәселе Тоқаевта емес, авторитарлық биліктің табиғатында, деп санайды Серік Бейсенбаев. Қайта басылған шығармалар мен ат бәйгесі. Мерейтой жылындағы салтанаттар. 2023 жылы елде Кемел Тоқаевтың 100 жылдығына орай салтанатты шаралар өтті. Алматыда жазушының шығармашылығына арналған ғылыми-практикалық конференция ұйымдастырылып, оған қатысушылар прозаиктің мұрасын жоғары бағалап, оны қазақ әдебиетіндегі детектив жанрының негізін салушы деп атады. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде Кемел Тоқаев атындағы аудитория ашылды. Жазушының кіші отаны Үштөбе қаласында оның құрметіне алаңға есімі берілді. Үлкен Тоқаевтың еңбектері қайта басылып, оның шығармаларының 5 томдығы жарық көрді. Қазнетте Кемел Тоқаев туралы материалдар орналастырылған Кемел қаламгер KZ сайты ашылды. Біздің Кемел атамыз өмірінің соңына дейін сезімтал, жанашыр, мейірімді адам болып қалды, деп жазады сайттағы жарияланымдардың бірінің авторы, Кемел Тоқаев атындағы Үштөбе мектебінің түлегі Алексей Гончаров. Портреттен тек саған ғана, сенің бала жүрегіне ғана қарап тұрған Кемел Тоқаевтың көздері есімде. Мектепке кірген кезде, оның портреттегі мұқият әрі мейірімді көзқарасы осы алуан түрлі әлемді танып жатқан бізді, оқушыларды қарсы алатын. Көз жанның айнасы дейді. Кемел Тоқаевтың көздері жылулық, мейірімділік пен қарапайымдылықты паш етіп тұратын. 2023 жылғы мерейтойлық іс-шаралардың шарықтау шегі Жетісу облысында 1000 адамға берілген ас болды. Ол үшін далаға ақшаңқан киіз үйлер тігілді. Ұйымдастырушылар ат бәйгесін өткізіп, жеңімпаздарға қымбат жол талғамайтын көліктерді сыйға тартты. Сондай-ақ палуандар мен садақшыларға, тоғызқұмалақ шеберлеріне де жүлделер таратылды. Мереке отшашумен аяқталды. Үштөбедегі мерекеде Қасым-Жомарт Тоқаев көрінбеді. Салтанатты шараға президенттің ұлы Тимур Тоқаев, кейбір деректер бойынша, ол тегін өзгертіп, қазір Тимур Кемел деп жазылған, басқаратын Кемел Тоқаев қоры демеушілік етті. Жалпы Тоқаевтың көпшілік алдына көп шыға бермейтінін ескерсек, президенттің жеке басына, оның жақын туыстарына деген қызығушылықтың болуы қалыпты жағдай деп ойлаймын. Біз қоғам ретінде оның жеке өмірі, отбасы, қандай адам екені туралы аз білеміз. Көбірек білуге деген сұраныс бар, дейді әлеуметтанушы Серік Бейсенбаев. Тоқаевтың имиджмейкерлері әкесінің бейнесі арқылы оның өзін қоғамда танымал етуге, легитимділігін күшейтуге, халыққа жақындығын арттыруға болатынын түсінеді. Кемел Тоқаев танымал жазушы. Бұл имидждік құрал ретінде де қолданылып жатқан болуы мүмкін. Бізде зерттеулер жүргізіледі деп ойлаймын. Қоғамда жазушыларға деген көзқарас жақсы. Осындай жағдайда пиар мамандары тарапынан Тоқаевтың бейнесін оның әкесінің тарихы арқылы күшейту де заңды қадам. Мерейтой жылы жазушының мұрасына ғана емес, оның ұлының туындысына да назар аударылды. Қасым-Жомарт Тоқаевтың әке туралы ой толғау кітабы араб тіліне аударылып, Эр-Рияттағы көрмеде таныстырылды. Сондай-ақ кітаптың түрік тіліне аудармасы шығып, ол туралы Стамбулдағы конференцияда айтылды. Әке туралы ой толғауды Тоқаев 2003 жылы әкесінің қайтыс болғаннан 17 жылдан кейін жазған. Әкем нағыз зиялы адам еді. Ешқашан біреуді өсектеп, артық сөз айтпайтын, бойындағы ренішін сыртқа шығармайтын. Бұл әркімнің қолынан келе бермейтін қасиет болса керек. Ол қиын жағдайға немесе қолайсыз жағдайға тап болған басқа адамдар үшін үнемі алаңдайтын, деп жазады Тоқаев әкесі туралы. Мен Кемел Тоқаевты ойланбастан мадақтаудан аулақпын. Сайып келгенде, менің әкем туралы ойларымда перзенттік құрметтің айқын ізі бар. Мүмкін, менің ол туралы кейбір пікірлерім біреуге толық объективті болып көрінбеуі де мүмкін. Бірақ бұл табиғи нәрсе, қалай болғанда да, мұндай көзқарасты түсінуге және ақтауға болады. Өйткені ұлдарға ата-анасының тек жақсы жағын көруге ұмтылу тән. Автор әкесінің басынан өткен ауыр сынақтарды баяндайды. Күштеп ұжымдастыру салдарынан болған ашаршылық кезінде оның ата-бабалары Жетісудан Қырғызстанға қашқан. Кемел мен оның ағасы Қасым балалар үйінде тәрбиеленген, екінші дүниежүзілік соғыс жылдарында майданға аттанған. Болашақ жазушы соғыстан ауыр жарақатпен оралып, жоғары оқу орнына түскен. Кеңестік газеттердің редакцияларында жұмыс істеп, детектив повестер жазған. Жаңа ақпараттық себептер. Мерейтой жылы аяқталғаннан кейін де Кемел Тоқаевты құрметтеу тоқтаған жоқ. 2024 жылы Тоқаевтың «Қастандық» повестің орысша нұсқасы «Убийство перед закатом» деп аталады. Сарғабанда болған оқиға, «Түнде атылған оқ» шығармаларының желісімен түсірілген «Түнде атылған оқ» сериалы теледидар экрандарына шықты. Мәскеулік баспадан «Тамаша адамдар өмірі», «Жизнь замечательных людей» сериясы аясында үлген Тоқаевтың өмірбаяны басылып шықты. Оның айрықша тапсырма «Особое поручение» шығармасы Әзербайжан тіліне аударылып, Бакудегі халықаралық кітап көрмесінде таныстырылды. Жұмбақ із, таинственный след повесі башқұрт тілінде жарық көрді. 2024 жылдың соңына қарай Қасым-Жомарт Тоқаевтың моңғол тіліне аударылған «Әке туралы ой толғау»
кітабы Улан Батырда таныстырылды. Іс-шараға Қазақстаннан ғалымдар, ақындар, жазушылар мен журналистер ұшып барып, оның шығармашылығын мадақтады. 2025 жылы да президенттің әкесі ұмыт қалған жоқ. 17 сәуірде Тоқаевтың баспасөз хатшысы Руслан Желдібай ВВ-тегі парақшасында оның мұрағаттық фотосуреттерін жариялады. 5 суретке майдангер жазушы Кемел Тоқаев Маңғыстауда 1984 жыл деген қысқа сөйлем жазылған. Қазақпарат мемлекеттік агенттігі Желдібайдың жазбасын суреттерді қайта басып, үлкен Тоқаев туралы қосымша мәлімет қосып, жеке жаңалық айналдырды. Президенттің телерадио кешеніне кіретін бұл медиа өткен көктемде Кемел Тоқаевқа арналған, немесе ол туралы айтылатын бір қатар жарияланым орналастырды. Агенттік Ресей президенті Владимир Путин 9 мамырда қазақстандық әріптесімен Қасым-Жомарт Тоқаев Мәскеудегі әскери парадқа барған. Кездесу кезінде оған әкесі мен ағасы туралы Кемел Тоқаев пен Қасым Болтаевтың жауынгерлік жолы атты кітап сыйлағанын жазды. Оның қайда шығарылғаны, шығармаға қандай мәліметтер енгізілгені, авторы кім екені хабарланбады. 9 мамырда Қазақпарат Кемел Тоқаевтың өмірбаянын баяндап, ол туралы көлемді мақала жариялады. Солдат соғысқа кетті. Жазушының осындай атаумен шығармасы бар деп аталатын материалда ол Қазақстандағы детективті шытырман оқиғалы жанрдың негізін салушы ретінде аталған. Бір аптадан кейін Қазақпарат 1983 жылы мамыр айының соңында Қызылордада өткен Қазақ кеңес әдебиеті күндері туралы мәтін жариялап, оны мұрағаттағы ақ-қара фотосуреттермен толықтырды. Іс-шараға Жұбан Молдағалиев, Әбділда Тәжібаев, Тахауи Ахтанов секілді оннан астам ақын жазушы қатысқанымен, мақаланың жартысынан көбі Кемел Тоқаевқа арналған.